Ассаламу алейкум ва рахматулла. Шәкірттер, сіздер менен пітір деген сөз жайында сұраған екенсіздер ғой, фитр деген. Соны мен сіздерге тақтаға түсіндіріп беремін. Мұқият қарап алыңыздар. Мен Жомарт Батырбек, арабтың тілінің маманымын. Бұл пітір деген сөз зекет деген сөзбен қатар жүреді. Закатул фитр. Біз енді бізде садақатул фитр болып кеткен ғой. Пітір садақасы деп сөйлейміз ғой. Негізінде ол пітір зекеті, закатул фитр. Біз енді қазақтар зекет деген сөзді білеміз, закат деген зекет, міндетті түрде берілетін садақа деген мағынаны білдіреді. Осының құрамында садақа деген ұғым бар, бірақ ол міндетті садақа деген сөз. Енді фитр деген біздің сөзіміз әлиф ләммен тұр екен. Закату әл фитри. Яғни пітір деген сөзге, мына жердегі сөзге көбірек мән берілген. Сондықтан әлиф ләммен тұр, закату әл фитри. Закату әл фитри. Осы екі сөз өзара матаса байланысқан. Оларда идафа деген, олардың грамматикасында идафа деп аталады. Закату әл фитри. Пітірдің зекеті. Яғни пітір дегеніміздің мағынасы ауызды ашып жіберу деген сөз. Ары қарай енді біздің аузымыз 11 ай бойына ашық болады. Осы 30 күн бойына мұсылмандар ораза тұтты. Енді біз айт мейрамында тойлаймыз. Басқа адамдар да біз сияқты тойласыншы деген мағынада біз оларға зекет береміз. Өзімізден шығам, ал төмен кісілер бар, бізден қайыр сұрап жүрген кісілер енді мейрамда қайыр сұрамасыншы деген мағынада. Ешкім мейрамда қайыр сұрамасын. Қайыр сұрамас үшін оларға біз естеміз, зекет береміз. Ол енді бізде садақатул фитр деп аталып жүр. Пітір садақасы деп аталып жүр. Сіздердің сұрақтарыңыз мына сөз емес, мына фитр деген сөз жайында сұраған едіңіздер, ауызды ашып жіберу деген мағынаны білдіреді. Бұдан кейін ораза тұтпау деген сөз ғой. Осы жерде енді бізде бірақ енді ол садақатул фитр деп аталып кеткен. Алдымен фитрдің өзін жазайық. Фитрун тұтпау деген сөз. Ауызды ашып жіберу деген мағынаны білдіреді. Ораза, 30 күн ораза болды, енді ары қарай біз ораза тұтпаймыз, мейрамдатамыз, мерекелетеміз. Фитр деген ауызды ашып қуану деген мағынаны білдіреді. Бірақ енді қазір бізде зекет деген ұғым қолданылмайды. Пітір зекеті деп ешкім айтпайды, пітір садақасы деп айтады. Соны мен осы жерге жазайын. Садақатул фитр. Садақатул фитри. Пітірдің садақасы деген мағына. Бір нәрсенің бір нәрсесі. Бұл да матаса байланысып тұр, пітірдің садақасы. Негізінде, айттық қой, закатул фитр деп айтылған еді, ол міндетті садақа деген мағынаны береді. Бай, бағлан, бақуат кісілер бір жылда бір рет зекет береді, міндетті садақа береді. Сол міндетті садақаны зекет деп атайды. Демек, зекет деген сөздің құрамында садақа деген ұғым жатыр екен ғой. Сондықтан біздегілер оны зекет деп айтпайды, садақа деп айтатын себебі сондықтан. Ешқандай проблемасы жоқ. Пітір садақасы деп айтсақ та, дәл осы зекет мағынасын береді екен. Осыны сіздер қойған сұрақтарыңызға осылай жауап беруді жөн көрдім. Хош, сау болыңыздар. Мен қайталап айтамын, Жомарт Батырбек, арабтың тілінің маманымын. Егер менің ақылы курстарыма жазылам дейтін болсаңыздар, осы жерге телефон номерді қалдырамын, осы жерге маған хабарлассаңыздар болады. Хош, сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.